Күздің соңғы жаңбыры, терезе әйнегінің сыбырлап соққан тамшылардың үні Айсұлудың ішкі мұңына ұқсап. Үнсіздік тамшылары тамшылап жатты. Күйеуі Марат шетелде, айлар бойы хабарсыз. Үйде тек енесі мен қайнағасы Серік. Бұл үйдің тыныштығы кейде бейбіт, кейде тұншықтырған тынысқа айналатын. Серік жұмыстан кеш келетін. Үстіндегі пальтосынан жаңбыр иісі аңқитын. Айсұлу дастархан жайып отырғанда олардың көздері кейде қысқа ғана түйісіп қалатын. Екеуі де ештеңе демейтін. Бірақ сол үнсіздік екеуінің жанын күйдіріп, ойларын байлап тастайтын. Айсұлу өзіне ренжиді. Мен келінмін, ол қайнаға. Бұл ойлаудың өзі кінә. Бірақ жүрек ақылға бағынбайды. Түн сайын ол осы ойлармен арпалысып, көз іле алмай жататын. Бір күні енесі Баян шай үстінде терең сөз айтты. Адам кейде жүрегінің даусын тыңдап адасады, қарағым. Бірақ сабыр сақтаған жанға ғана өз нұрын жоғалтпайды. Бұл сөз Айсұлудың жүрегіне шоқ тастады. Сол түні ол таң атқанда Серікке қарады да сыбырлап: мен сізден қашпаймын, бірақ өзімді де жоғалтқым келмейді, кешіріңіз. Серік үнсіз тұрды. Көзіне бір тамшы жас сырғып түсті. Сол сәттен бастап олардың арасындағы байланыс үзілді. Күндер өтті, Марат оралды. Ал Серік алыс қалаға кетті. Бірақ екеуінің де жүрегінде арам сезім емес, сабыр мен кешірімнің ізі қалды. Қыс түсті. Үйдің ауласы қалың қар басқан. Айсұлу мен Мараттың өмірі сырт көзге тыныш еді. Бірақ оның ішінде баяғы ойлардың көлеңкесі әлі де бар. Марат әйелінің мейіріммен сөйлесетін, сыйлайтын. Бірақ Айсұлу әрбір күлкісінің астында кішкентай өкініштің ізі бар екенін сезетін. Баян әже жиі айтатын: адам жүрегіндегі тыныштықты ешкім сыйламайды. Оны тек сабыр мен кешірім табады. Бір күні Серік ауылға қысқы демалысқа келді. Уақыт бәрін өзгертсе де олардың көзқарасы бұрынғыдай жылы еді. Бірақ енді ол жылулық таза, сабырлы еді. Амансың ба, жеңгей? Аллаға шүкір, деді Айсұлу жай ғана. Араларында бұрынғыдай діріл жоқ. Уақыт жараны жапқан, ал сабыр сол жараны тазартыпты. Сол түні Айсұлу терезеден аспанға қарап тұрып ойлады: кешірім әлсіздің емес, мықтының ісі. Жылдар өтті. Екі баланың анасы болған Айсұлу өмірдің шынайы мағынасын түсінді. Баян әже дүниелік болған, ал үйдің іші енді тыныштыққа толы. Бір күні ол қалаға жолы түсіп барды. Көшеде келе жатып, артынан таныс дауысты естіді: Айсұлу. Бұрылып қараса Серік. Шашына ақ түскен, жүзі салмақты, бірақ көзінде баяғы жылылық бар. Екеуі саябақтағы орындықта отырып ұзақ әңгімелесті. Серік ауыр күрсініп айтты: мен үйленбедім. Кейде өзімді кінәлаймын. Сол күндердің бәрі есімде. Бірақ адам тек кешірім арқылы тазарады екен. Айсұлу жымиып аспанға көз салды. Мен де көп ойландым. Бірақ біз жамандық жасаған жоқпыз. Бірақ
әлсіздікке жол берген едік. Ал оны жеңу ең үлкен сынақ. «Я», деді Серік, біз сабырды үйрендік. Екеуі үнсіз отырды. Күн сәулесі бұлт арасынан сығалап екеуінің жүзін жылытып тұрды. Айсұлу орнынан тұрып, мен сізді баяғыда кешіргем, Серік. Өмір деген кешірім, сабыр. Оның екеуі биік түрі. Серік басын изеді. Алла сізге нұрлы өмір берсін, жеңгей. Олар екі бағытқа кетті. Сол сәттен бастап екеуінің де жүрегінде шынайы тыныштық орнады. Айсұлу сол түні терезе алдында тұрды. Жұлдыздан аспанға жарқырап, аспан сәт сайын айға түсті. Кешірім адамның жүрегін тазартады, сабыр оны нұрландырады. Сол кезде алыстан әлде бір ескі дауыс естілді. Баян әженің мейірімді үні секілді. Сынақ келгенде сабыр сақтаған жан жеңімпаз. Бұл арам ойдың ар алдындағы жеңісі емес, сабырдың жеңісі туралы хикая. Адамның ең ауыр күресі өз нәпсісін жеңу. Ал оны жеңген жанның жүрегі нұрға, кешірімге, тыныштыққа толады.